Сәлем достар, сіздермен жан-жақты арнасы. Біз бүгін сіздермен бөдене жұмыртқасының пайдасы мен зияны қандай, сол жайында айтатын боламыз. Ал кеттік. Бөдене жұмыртқасы тауық жұмыртқасына пайдалы баламасы болып саналады. Кейде оны табиғи дәрі және тез өсу үшін балалар жеу керек деп санайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасы мен қоса зияны қандай? Құрамына келетін болсақ, бір бөдене жұмыртқасында 0,18 грамм көмірсу, 4,99 грамм май және 5,87 грамм ақуыз бар. Бір қызығы, кішкентай мөлшеріне қарамастан мұндай жұмыртқа тауық етінен гөрі тойымды. 100 грамм өнімде 168 кал бар, ал тауық жұмыртқасының 100 граммында 142 кал бар. Пайдалы қасиеттеріне келетін болсақ, құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнім темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін де пайдаланады. Бұл жұмыртқа қуатты сақтандыратын, таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Даусыңыз әлсіз немесе даусыңыз қарлығыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырсаңыз, сонда тыныс алу проблемаларыңыздан арыла аласыз. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда келеді. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де ем. Сонымен қатар терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне және ерлердің денсаулығына пайдалы. Сарапшылар бөдене жұмыртқасын шикі түрінде жеуге кеңес береді. Термиялық өңдеу кезінде пайдалы минералдар негізден жойылады. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке қарай бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Бөдене жұмыртқасының зияны. Бұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері де бар. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар. Бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бөдене жұмыртқасымен тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сонымен қатар, холестерині жоғары және жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынуда абай болу керек. Сондай-ақ, бөдене жұмыртқасын шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі де мүмкін. Және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге болмайды. Сіздермен бірге болған жан-жақты арнасы. Қош сау болыңыздар.